қазіргі еттің бағасымен салыстырған кезде ананы өсіру, жеткізу, ана малды субсидия алмай жеткізу, ол кәсіпкерлікке жатпайды, анау альтруизм деп айтады ғой, өз-өзіне минусқа кетіп жатқан азаматтар негізі. Енді не істейміз? Бүгінгі қонағымыз Олжас Елтайұлы, Ақжол партиясының ең жас депутаты. Бүгін Ақжол партиясына ауыл азаматтары шағымданып жатыр. Енді жалпы мына жұртқа түсінікті болу үшін бүгін нарыққа шығып жатқан еттің 80% частный подворье дейді. 80% жеке, бұл ана үлкен аты шыққан жаңағы совхоздар, болмаса үлкен шаруашылықтар біздегі субсидияларды жаңағы алып, миллиардтаған, триллиондаған субсидияны алып жатқан шаруашылықтар емес, 80% ауылдағы қарапайым 5-10 бастан ұстап отырған ауылдағы адамдардың үлесіне тиеді екен. 80% мына бүгінгі біздің дастарханға жалпы сойылған малдың деп айтайықшы. Сойылған малдың жаңағы сүттің статистикасы бөлек, өйткені товарный сүт деген басқа. Ал енді бүгінгі мына елді асырап отырған еттің жағдайы осындай. Енді осы ауылдағы азаматтарға осы біраз уақыттан бері осындай талап қойылып жатыр. Бұл малдар жаңағы қасапханада сойылу керек. Бұл малдың барлығы. Осы уақытқа дейін оның жасыратын ештеңесі жоқ. Жаңағы ауылдық сельсоветке барып, танысы бар, танымайтыны бар. Бір тиын тебенін беріп, справкасын сатып алып, жаңа малын сойып апара беретін кісілер. Қазір енді азаматтар оларға справка да жоқ, өйткені қасапханада сойып. Қасапхана жақын, қасапхананың осы ауылдардан келген азаматтардан сұрасақ, 100 километр. Мына ауыл қасапханамен біздің енді жеріміз кең ғой. Малда бізде негізінен осы солтүстік облыстарда негізгі мал. Сонда ауылдардың аралары 5 километрден 50-60 100-ге дейін кетеді жаңа малды апарып соятын. Сол өзі сойғалы отырған 1-2 бас малыңды 100 километрге көлік жалдап 100 шақырымға апарып соны сою үшін сол малдың жарты құны кетеді. Қызық айтайын, бүгінгі сол торғайда бүкіл еттің кереметнесі арқалықтың басында ет жоқ. Ет жоқ. Неге болған? Президент анада шығарғаннан кейін айтқан, малдың бәрін бұрын коммерсанттар келіп, ауылдан сойып алып кететін. Убойный сөкке алып соясыңдар деген. Не торғайда, не Амангелді убойный сөк жоқ, убойный сөктік арқалықта. Енді бір малды союға әкелу үшін жаңағы 150 мың теңге жалдап арқалыққа келіп сою керек. Справка бермейді. Справка бермейді. Иә, анау базарға қабылданбайды. Енді қарда президент анау айттыңыз, енді мына қараңыз, жаңағы бір басқа әкелу үшін жаңағы 120 мың теңге арқалыққа деген машина жинау, убойный сөк 150 мың теңге olur. Анау еттің бағасы тағы қымбат деген сөз ғой. Енді осы Ақжол партиясы біз осыған сауал жолдадық. Енді бұл сауалдың шешімі қалай болады? Мен ойымша, енді мысалы бір жағынан еттің сапасы, жалпы оны тексеру үшін, жеп жатқан затың не екенін білу үшін, ол сапалы түрде сойылу керек бір жағынан. Сонда бұл ауылдарда қасапхананы бұл мысалы ауылдағы 5-10 бас мал бағып отырған адам өзіне қасапхана сала алмайды жаңағы стандартпен. Осының жалпы осы сауалға мысалы біз Ақжол партиясы тек қана сауал қойып қана қоймай, осы сауалдың шешімін де бірге ұсынушы едік қой. Сонда осы сауалдың шешімі қандай болады? Және жергілікті ол акимат болсын, жергілікті СПК-лар болсын, және кәсіпкерлерді қолдайтын мекемелер бар ғой. Солардың қаражат бөліну керек. Мына өте сіздің қойып отырған сұрағымыз өте күрделі қазір. Өзіңіз баяғыда депутат болған кезде бір көтерген мықты бір сауалыңыз бар еді ғой, мына осы малды сойып, оны терісін өткізе алмайтын. Баяғыда терісін өткізіп, сол жәнегі мәселені жабады ғой. Кезінде отандық жаңа тері өндірушілерді қолдаймыз деп, осы мәселенің соңында қолдаймыз емес, сорлап қалдық қой. Қазір теріні өткізетін де мүмкіндік жоқ, соны жатыр сасып. Енді қазір мына тері қабылдайтын приемкалар ашылып жатыр дейді. Мемлекеттік жоспар бойынша ашылады дейді. Әрбір аймақта, және әрбір районда қанша дейді, 70 ба, 80 ба приемка ашылады дейді. Сондай ой шығып отыр. Сол және приемканың қасына және лабораторияларын сол жерде қойсын. Хотя бы район, бірақ және секілді
оны өз ауылына неге ішін жеткізгенге жаңағы қаражатын төлену керек, сол мемлекеттің қолдауы болу керек. Өйткені жаңағы секілді субсидия алып отырған азаматтар да бар, үлкен шаруашылықтар. Ал жаңағы субсидия алмай отырғандар, олар малды жаңағы секілді пайда табу үшін асырап отырған жоқ. Былай шын көзі қарап отырған, оның кішкентай сүтін алып, натуралды шаруашылық дейсіз ғой. Ол өз-өзінің кішкентай бір етпен қамту, күз кезінде сүті болу деген секілді сондай мәселе. Ал былай экономикалық жағынан анан мал асырауын өзіңіз қарасаңыз, ол тіпті қазіргі еттің бағасымен салыстырған кезде ананы өсіру, жеткізу, ана малды субсидия алмай жеткізу, ол кәсіпкерлікке жатпайды, анау альтруизм деп айтады ғой, өз-өзіне минусқа кетіп жатқан азаматтар негізі. Ол оны 4-5 жыл ана сиырдан, тайыншадан сиырға жасау үшін 2 жыл кетеді. 2 жылда қанша шөп жейді, қаншама 3 жасар тайыншаның етіменен дача дейміз ғой. Дачада өскен 3 ай. Помидор дейші. Мына бұрышта тұрады ғой біздің апаларымыз. Құндылығы бірдей. Екеуі бірдей бағасы. Мынау да 3 мың теңге тұрады помидор. Бұл енді сонда қалай қазақтың бизнесі, қазақтың малы неге арзан болу керек те, қалған дүниенің бәрі неге қымбаттау керек? Бір жағынан мен түсінбейтін сұрағым осы. Мынау ол да айтуға болады, неге осы біздің кең байтақ жерімізде не жайылымдық жоқ. Қазір мына өзіңіз көтерген сауал осы Беріксәлім, мына жердің бәрі қайда? Адам мал жайын десе жері жоқ. Оның санын көбейтейін десе жері жоқ. Сол мәселе жәнегі кезінде айтылатын жер кімдікі екенін бірақ қазір енді өзгеріп шығар. Жайылымдық болу керек, ол малды асырау үшін. Оны қыстауы болу керек, жаздауы болу керек, жайлауы болу керек. Оны бізде оның бәрі бар. Бірақ қазір ол жерге малды жай көріңізші, ат тастайды, малды жақындатпайды. Содан кейін табыншылар да жоқ қазір. Ауылда өзімізді ауылға барамыз ғой. Баяғыда нанды үйде пісіруші еді, қазір нанды да пісірмейді, районнан барып алады, сүт саумайды. Жалпы мынау бүгінгі әртүрлі подкасттер, әртүрлі YouTube каналдардағы көп әңгіме мынандай бір жаңағы біздің шетелдегі жүрген біздің бұрынғы оппозиция өкілдері, болмаса Ақорданың ішіндегі жүріп жатқан жаңағы бізге көзге түспейтін кілемнің астындағы күрес, бір әртүрлі негізі мына бүгінгі халықтың тікелей жағдайы, осы мына бүгінгі ауылдағы жағдай, бүгінгі ауылдағы біздің фермерлерге субсидия бойынша отырған қарыз, осы сұрақтардың барлығында Ақ жол партиясы өзінің сауалын жолдап, ана кәсіпкерлерді ауыл демей, қала демей қолдап келе жатыр қазір. Енді мына әлеуметтік желілерде көтеріліп жатқан үлкен сұрақ бар. Ол туралы Ақ жол партиясы да осыдан 2 жыл бұрын тағы сауал жолдаған болатын. Мына бүгін 100 жылдық тарихы бар Алматының ипподромы сатылғалы жатыр. Оның орнына үй салынғалы жатыр. Алматының ипподромы ол тек қана тарихи объект емес, ол бұл стратегиялық маңызы бар дүние. Ертең Құдай сақтасын, Алматыда жер қозғала қалатын болса, халықтың кеп тоқтайтын, жиналатын, тағы басқа мына әртүрлі сарапшылардың пікірі бойынша бұл ипподромның тек қана атшабар ғана емес, бұл жерде басқа рөлдері де бар. Енді осы 100 жылдық тарихы бар қазақтың исін шығаратын жер деп айтайықшы. Елімізде енді Құдай осы Украинаның тағдырынан сақтасын. Әйтпесе ертең бас көтеретін жаңағы қос азаматтығы бар, қос мекенді жауыздар бізде толып отыр. Сол облыстарда қазақтың исін шығаратын, қазақтың рухын көтеретін, қазақтың кім екенін көрсететін, осы ұлттық спортқа тірек болып отырған біздің ипподромдарымыз жабылып жатыр. Мысалы Өскемен қаласында, өзіңіз білесіз, Өскемен қаласы мен мына ескі қала мен Кішті деген екі қаланың ортасында тұрған үлкен ипподром бар еді. Сол жерге исі қазақтың барлығы барып атқа мінетін еді, көкпар тартатын еді. Сол жерде тіптен әгі ауру балаларды емдейтін үлкен бір жақсы мекеме бар еді сол жерде. Өзінің ат қорасымен сол жерге біздің Өскеменнен өтіп кеткен әкімдеріміз басқа жер таппағандай тура сол жердегі жаңа ипподромды, атшабарды сол күреп тастап орнына базар салды. Өйткені осы 30 жылда базарға тойып болмады ғой бұл мемлекет. Сол жерге базар салды. Енді ол жерде қазір бұрынғы ипподром жоқ.
мына Алматының ипподромы қауіп төніп тұр. Шымкенттің ипподромын күреп тастады. Орнына жаңа жылой комплекс салды. Осыған Ақ Жол партиясы мен сауал дайындап отырғандарыңызды білемін. Келесі жолы келесіде осы сауалды қозғайтын боламыз. Өйткені Ақ Жол партиясы бұл тек қана кәсіпкерлердікі емес, бұл қазақи біздің рухани дүниемізді, бұл біздің тілімізді, біз өз елімізде 30 жылдан аса егемендігі бар елімізде өзіміз қазақ мектебін салдық, қазақ мектебін аштық деп жаңа қуанып жүрген жалғыз ұлт біз ғана. Өз мемлекетінде отырып, өз тілінде мектеп ашқанға қуанып отырған жалғыз ұлт бұл қазақ ұлты. Ақ Жол партиясының тағы бір көтеріп отырған үлкен мәселесі бұл еліміздің жалпы бюджетінің күре тамыры. Біздің бюджетті құрап отырған, біздің мына ұлттық қорға қаржы түсуге ықпал етіп отырған біздегі мұнай саласы. Мұнай саласы СРП деген. СРП, СРП. Енді осы мәселені мына референдумда біз қабылдадық қой. Жердің қойнауы, байлығы халықтікі деп. Енді ол сол халықтікі болғаннан кейін бұның бір жаңа халық өзі сезіну керек. Енді Ақ Жол партиясы осы мәселені көтеріп отыр ғой. Осы мәселені көтеріп отыр. Мына кешегі жасалған осыдан неше жыл бұрын, 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын жасалған біздің бірлескен мұнай жобаларын бәрін ашу керек деп отыр. Жаңа жобаларды біздің үлесімізге біз Қазақстан сол жаңа өндірілген мұнайдан үлесіміз бүгін қанша? Енді ол және секілді СРП контракттардың бәрі жабық түрде орташа. Енді әртүрлі мәліметтер келеді, 2-ден 7%-ға дейін дейді. 2-ден 7%-ға дейін. Өнген бүкіл біздің шетелге шығып жатқан мұнайдың 2-ден 7%-на дейін біздің елде қалады. Оның өзі елде қалғанда халықтың қалтасында қалмайды. Оның халықтың қалтасының астынан өтіп барып басқа жерде қалады. Сонда осы мәселені көтеріп отырсыздар. Бірақ бұл мәселені де қоғам болып қолдап отырған ешкім жоқ. Бұның зардабын ертең болашақта осындай бой күйездік үшін, жаңағы қалай айтсақ екен, мына сияқты жаңа жатып алып біздің қоғамның өміріне жаңа араласпау, осы керекті өзекті мәселені қолдамау. Мысалы депутаттардың аттары осы бір нақты мәселені көтерген кезде емес, депутаттардың аттары тағы да сол бір жеке шаруасына байланысты бір ақпарат шыққан кезде ғана көтеріледі. Осындай депутат осылай деп, сосын халықтың назары ауа бастайды ана депутатқа қарай. Көтерген мысалы енді неше жылдан бері осы мәжіліс қабырғасында Ақ Жол партиясы қанша мәселені көтеріп келе жатыр. Қанша мәселені көтеріп келе жатыр, қанша мәселе қол жеткізіп келе жатыр. Бірақ қолдау бүгін бұны бірақ бір жағынан және секілді Ақ Жолдың көтеріп отырған маңызды тақырыптар көп қой. Ол орындалмайды деп айтуға болмайды. Өзіңіз көріп отырсыз, 5 жыл өтеді, 10 жыл өтеді, сол Ақ Жолдың айтқанда бәрібір келеді. Ол біздің бағдарламамызда бар, түбегейлі өзгерістер қажет деген. Ол сол түптің-түбінде біз сол түбегейлі өзгерістерге жетеміз. Ол және секілді партия жүйесі болсын, басқа жүйе болсын, ол әділдік әрқашанда жеңеді. Сол үшін және секілді өзі қуантатыны жылына 1-2 рет президенттің аузымыздан осы Ақ Жолдың көптеген бағдарламасын, көптеген және қойған сауалдарын, көптеген және қойған талаптарын президенттің аузынан шыққан кезде, содан кейін орындалып жатқан кезде, ол кісінің біріншіден жәнегі тыңдайтын мемлекет дейді ғой қазір. Сол қазір тыңдайтын мемлекетке емес, тыңдайтын президентке жеттік. Сол президентіміз тыңдап отырған қазір. Ары қарай енді жәнегі салық кодексі бойынша да толықтай Ақ Жолдың осы басынан бастап айтылған талабы орындалды. Бірақ сол орындалғанға 1 жыл уақыт кетті. Осы жаңа упрощенка дейді ғой, упрощенка. СНР қарапайым тізім деп айтайықшы. Қалай айтуға болады? Өйткені бүкіл экономикалық терминнің бәрі орыс тілінде шығады да, мына қазақ тілінде жоқ. Менің айтайын деп отырғанымша. Сол СНР-ға да осы біздің Ақ Жолдың депутаттарының араласуыменен осы сол қалпында қалтырды ғой. Біздің өзін-өзі асырап отырған халықты
қарапайым ауладағы дүкен болсын, шаш тараз болсын, такси болсын, осының барлығын біз деген көлеңкеден жаңа жарыққа шығарамыз, қырғын жаңағы салық аламыз деп күшейіп отырған біздің салық органдары осы ақ жолдың арқасында осы жаңағы тізімді сол бұрынғы күйінде қалдырды. Оның өзі де бірақ бір жеңістің қолымыз жеткен кезде көп адамдар біз осыны көтергенбіз, біз осыны айтқанбыз деп сіздермен жағаласып талай арасында депутаттар бар, қоғам белсенділері бар. Жоқ, енді былай қарасаңыз, әрбір енді жаңағы секілді ортақ жеңіс деп айтуға болады, өйткені ассоциациялар да бар, және қолдамаған кәсіпкерлер, халық қолдамады. Ең біріншіден халық қолдамады. Үндері баяу шығыпты. Иә, үндері солай шықты. Біздің үніміз жаңағы секілді нақты біздің айтқан деп айтуға болады, өйткені осы 2 қазан күні біз жазған премьер-министрдің атына жазған сауалымызда дәл осы 44 позицияны жаңағы секілді запретительный список дейді, соны қалтырып қалғандарын бәріне рұқсат беру, сол механизмдарын біз қалай жаздық, дәл сол қалпында президенттің аузынан естіп, соны қайтадан бір күн ішінде үкімет қабылдады. Бірақ жаңағы айтам, біз әрбір нәрсеге енді президентті тосып отырмай, осы 1 жыл уақытымыз, жаңағы секілді біз енді көктем кезінде шықты ғой, жаңа салық кодекс көктемде болады деді. Сол кезде біздің партия қарсы дауыс берген. Оны біз жаңағы секілді сол 44 басында сол 44 болған. Қалғанын бәрі жақсы сөйтіп жұмыс. Соның өзінде Ақ жол партиясы осыны сезгендей қарсы дауыс берген. Өйткені бізде заң шығады, заңның астында жаңағы секілді өзіңіз білесіз, неше түрлі нормалар шығады, оның астында неше түрлі приказдар шығады, оның астында кодекстар енгізіледі. Сонымен өзі шәйіліп кетеді, дұрыс жазылған заңның өзі шәйіліп кетеді. Сол секілді және мәселе бойынша біз соны сезе, списокті нақты қылмаған үшін біз сол кезде қарсы дауыс бергенбіз. Содан кейін ақырындап жарты жыл өткеннен кейін сол кез біздің есімізде, осында Ақ жол партиясының офисында осы жерде жиналыс өткізген кезде біздің салықшылар келіп осы жерге бір аңға шыққалы отырған аңшылар сияқты біз деген тығылып жатқан жаңа салықтан жалтарып жүргеннің барлығын табамыз деп осы күшейіп отырған болатын сол кезде. Оларға біз сол кезде айтып едік қой. Сендер салықтан жалтарып отырған, елден бүкіл ақша қаражат шығарып отырған адамдарды бұл жерден іздемеңдер, сендер басқа жерден іздеңдер. Сендерге адресін бәрін алдарыңа әкеліп қойып берді. Соны тауып әкеліп берсеңдерші, Дубайда жатқан үйді тексеріңдер, шетелдегі жаңағы тізімге кірген офшорлардағы кісілерді тексеріңдер деп. Бірақ олар әлі тексерілген жоқ қой. Енді соңына жаңағы көктемде шықты, жаздың ортасында список өзгерілді. Күзде мүлдем басқа список келді. Сол кезде ғана адамдар түсіне бастады, мына список не болатын. Ішінде өзі жаңағы секілді болатын тіршілікпен айналысуға болатын, басында 44 қана запретте болса, ақырында өзі 60-тай ғана разрешительный болып қалды. 60 па 90 ба, қалған бәрі запретный списокқа кетті. Одан басқа қазір ол жарайды біздің жеңісіміз деп отырмыз, бірақ келесі жылға мына салық кодексі қазір енгеннің өзінде көптеген әлі көтерілетін шаруалар бар оның ішінде. Өйткені жаңағы секілді жаңа жылдан бастап күшіне енеді ғой. Иә, күшіне енеді. Одан кейін шығатын нәрселер жаңағы секілді сол СНР-да жүрген кәсіпкерлер үлкен бизнеста НДС төлейтіндермен бір-бірімен қатынасы жоқ болады. Бір-бірін сатып алу нелерін бір-бірінің есебіне алынбайды. Зачет алынбайды. Сол үшін үлкен жаңағы секілді компаниялар кішігірім кәсіпкерлермен жұмыс істеуден бас тартады. Ол жаңағы секілді үлкен мәселе. Әлде салдар болады дейсіз ғой? Әлде көп салдар. Енді оны өзгерту келесі жыл, оны қабылдану 27 жылға шейін тағы да 1 жыл осы енді қабылданған ережелермен жұмыс істеуіміз керекпіз. Қазір қалай қабылданды? Ол 1 жылдың ішінде әлі көп деген нәрсе шығады салық кодексінің ішінде. Одан басқа енді бюджеттің құрылуы дейді ғой. Басында министерство айтуы бойынша бюджеттің құрылуы осы жаңағы секілді бәрі НДС төлейді, бәрі сондай болады, сол мөлшермен құрылған. 26, 27, 28 жылғы деген. Ал енді қазір оның бәрін былай алып тастағаннан кейін, жерде бюджеттің салығын саны құлайды ғой.
онша болмайды. Және өздерінің НДС төленбесе. Күткендегідей болмайды. Күткендегідей болмайды. Сол мәселені қазір бюджетті қайтадан қарастыру керек. Өйткені ол ақша үйтіп мына 27-28 жылдың бюджеті үйтіп шықпай қалуы мүмкін, ана және өкіметтің ойынша. Рахмет, Олжас Елтайұлы. Ақ жолдың адал жолынан таймаңыздар. Әрқашан халықтың жағында болыңыздар. Рахмет. Әрқашан кәсіпкерлердің елді асырап отырған азаматтар жағында. Сіздерге табыс тілеймін. Енді не істейміз?